Бұл арнаға мен қайтадан келдім. Баршалықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Аслан. Және бүгін біз сіздермен бірге бұл соңғы видео қашан шықты бізде? Жазда ма, июньда немесе майда шыққан сияқты. Содан бері менде не өзгергенін бүгін сіздерге талқылап айтып беретін боламын. Бұл видео біздерде шағын подкаст ретінде және бір жағынан сіздерге пайдалы ақпараттар әкелуі мүмкін. Сол үшін де әрине видео басталмас бұрын лайктарыңызды басып кетіңіздер. Немесе бұл видео сіздерге бір қалыпты экранды қарағыларыңыз келмесе, онда мүмкін просто фонға салып қойып, өзің жұмысты жасап тыңдай беруіңізге болады. Қысқасында бұл видео біздерде мен бұл жылға шейін, осы уақытқа шейін, видео шыққанға шейін не істегенді айтып беретін боламын. Майда мені білетін боларсыздар, шашым өзгеріп кеткен. Бұл кезең мен үшін бір май дейтін кезең бір қиынырақ кезең десек те болады. Өйткені сол кезеңде мен кім біледі, мен өзімнің жүрген қызыммен жүрмей қалдым. Егер сен бұл видеоны қарасаң, онда саған сәлем. Сол кезде мен әрине аздап өзімді біртүрлі болып сезініп, әйтеуір болсын бұл сезоннан шықтым. Яғни бұл біртүрлі настроениядан десек те болады. Мен жақсы отырмын ба? Сендерге ноутбугыма, то есть компьютерыма бір фон салып қоймасам, чтобы сіздерге қарағанды ішіңіз пысып кетпесін деп. Ал қазір күшті тұрыңыздар. Әйтеуір мына жақта менің баяғы видеом қосылып тұр. Не болса да сізге мүмкін қызық болып кетер. Жақсы. Неден мен тоқталдым? Айтпақшы, мен сол бана кезеңнен шықтым. Сонымен қатар мен қазір сәл енді ауырып қалдым, тұмауланып, сол үшін де айып етпеңіздер. В общем, қысқасында мен сол кезеңнен шығып, бізде выпускной болып жатыр. Мен айтпақшы, студентпін, бірақ та енді менің класстастарым 11-ші класс болып жүрді сол кезде, және де сол бітіргеннен кейін бізді де шақырды. Яғни бізде колледжде болған соң бізді сыйлап, бізді шақырды, біз әрине келістік. Сонымен қатар сол колледждің выпускнойына барып, то есть выпускной деп ғой, мектептің выпускнойына барып дегенім, біз күшті енді көңіл көтеріп, сонымен қатар бізге сояқты Мираш Жұғынысов келді. Бір тағы да талай қызықтар болды. Если что сіздерге сол история қызық болса, комментарий жазып кетіңіздер. Мен подробно біздің выпускныйда не болғанын бәрін айтатын боламын. Солай. Сонымен қатар енді июнь болды. Июньде енді әрине мене қатты қызық болған жоқ көрермендер. Өйткені бұл кезеңде енді больше мен өзімді біртүрлі сезініп жүретін болдым. Почти что ешқандай особо досым болмады ма, бір көшеге шығып тұратын, былайда көбімен сөйлеспейтін болдым, араласпайтын болдым. Сондай бір кезеңдерде болды. Және июль болғанда маған июль айы қатты ұнады, өйткені сол айда мен Ақтау қаласына ұшып бардым. Яғни Ақтау қаласында мен жайлап әйтеуір серуендеп, бұрынғы өзімнің негативтарымды ұмытып, жалпы сіздерге де пайдалы кеңес, егер де сіздерде біртүрлі ойлар мазалап жүрсе, немесе тағы да ауыр миыңызда бірдеме болады, бір проблема болсын, немесе тағы да басқа бірдемелер, онда серуендеу негізі өте жақсы тәсіл десек те болады. Бұл заттардан, яғни жүкті жіберу үшін, түсіру үшін. Бағанағыдай басқа қалаға ұшсаңыз, кетіп қалсаңыздар, сіз басқа жаңа заттарды көресіздер, жаңа жерлерді, және содан сіздердің организміңіз жайлап күшті сол стрессті түсіретін болады. Сонымен Ақтау қаласына бардық. Ақтау қаласында әрине пойызбен барған кезде, ең басымыз пойызбен бардық. Қасқа қиын болды негізінде. Мен сол жайлы тоже историямен түсіруге болады. Или менде уже бір видеоның ішінде екі история пайда болды ма, қалай? Екі идея дегенім. Сол қысқасында сол кезде біз Ақтауға барып, күшті етіп серуендеп достарымызбен бірге. Бұл видео мен основной каналымда бар, яғни мен влог ретінде түсіргенмін. Өзімнің Ақтауда жүрген вайбовый атмосфераны десек те болады. Кім қызық, мен мұнай подсказке салып қоярмын. Сонымен қатар сол Ақтауда біз күшті, әсіресе маған кім Ақтауда тұрады, сіздердің қалаларыңыз әдемі, әсіресе сіздердің набережкаларыңыз маған қатты ұнады. Более күшті настроение сыйлайды. Бірақ енді әрине Ақтау тек бір-екі келіп қалуға болмаса, менің қазір Атырауда тұрамын ғой, енді әрине сол Атыраумен ұқсастау да, бір-екі былай барып қыдырып келуге күшті, әсіресе теңізі де мықты. Маған әсіресе түнгі атмосферасы ұнайды, яғни Ақтаудың көбінесе зданиялар өте көп екен, ол жақта сол зданиялар жарқырап тұрады. Әрине енді бір өкініштісі, мен
кешірім сұраймын, мұрныммен сөйлеп жатырмын. Я рахмет. Кешкі жерінде свет көп, я, и зданиялар бәрі жарқырап, күшті атмосфера береді. Мен еще сіздерге айта кетейін, мен еще көбіне Ақтауда 2-3 түрде көшеге серуендеп жүретінмін өзімен өзім. Өйткені менің достарым көбіне, сол кезде біз достармен қыдырып жүрдік қой, олар көбіне өздерінің вайбымен жүреді, яғни басқа жаққа кетіп қалады, там ойын-ойнауға кетеді, тағы да бүйтеді. Ал мен Ақтауды көргім келеді. Мен бір орында, мен ол компьютерный клуб болсын, тағы да басқа жерлерде мен Атырауда да істей аламын. Я, ал мысалға Ақтауды қарау. Короче, осындай жерге келдік. Я чисто ради вида үшін, достар. Я просто фильм көрсек, да, подема. И все просто все керек обязательно. Маған мен Атырауда істей алмаймын, сол үшін мен лучше Ақтауда жүріп қайтайын деп шештім. Барлық любой жерді қарай бердім. До даже базарына шейін баруға тырыстым. Менің айтпақшы Бекзат дейтін досым бар, сіздер білетін боларсыздар. Яғни қысқасында прикольщиктің дос баласы. Соған рахмет, егер сен бұл видеоны қарасаң, саған алғысым шексіз, бауырым, рахмет саған көп-көп. Сен мені Ақтауды қыдыртып, әйтеуір Ақтауды көрсеттің. Былай қарасаң, мен сол досымның арқасынан былай қарасаң, Ақтауды уже спокойно біліп алдым. Маған қазір мысалы мен Ақтауға жүрсе, аузымды мен спокойно адаспаймын, ол жақта таксидің бағасын, құнын да білемін, барлығын почти дұрыс білемін. И қай жақта тұру керек екенде, былай қай жерлер бар. В общем, ол жақта бір қызығы бар, оларды көшенің атауы жоқ, почти что көп жоқ. Тек қана микрорайондармен айтады екен, яғни 1-ші микрорайон, 5-ші микрорайон, көшенің атауы жоқ, тек қана микрорайондармен жүресің и чисто таксимен жүресің в основном. Білмеймін. Ойбай. Аяқлап кетті міне. Жақсы ештетпес. Солай Ақтау маған қатты ұнады, и және сонымен өйстіп біздің сапарымыз бітті. Енді мен содан кейін әрине Набережкеде жүріп, Набережкені сағынып жүрдім. Я, Набережкесі өте керемет, қайта стористарын қарап, мен 10 күнде Атырауда болған кезде мен 10 күнде Ақтауды сағынып жүрдім. Қайта Ақтауға бара бергім келіп тұрды. Айтпақшы, мен таксимен кетіп қалдым, резко внезапно болып кетті, айтпақшы. Өйткені бағана мен пойызбен баратындай қатты асып тягым болған жоқ, и бір жағында мама да мені үйге шақырып жатты, өйткені олар да енді үйдегілер енді более сені сағынып жатырады дегенде сияқты ше, түсінетін боларсыздар. И сол кезде мен әрине барып, олардың қастарына таксимен бардым, тез зуылдап бір 6-7 сағаттың ішінде жеттік. Ақтаудан Атырауға шейін ол қасы тиіп тұр, я, достар. Вот. И сол айтқандай теңіз маған ұнады. Я, өте керемет, әсіресе Набережкесі маған қатты ұнады. Ал былай вообще айта кетсек, Ақтаумен содан кейін Атырауға келіп, мен Ақтауды бірталай сағынып жүрдім, я. И және сонымен қатар августқа көшейік. Августта мен әрине көбіне контентпен айналысатын болдым. Көбіне контент. И былай да енді қатты қызық болған жоқ, өйткені август енді көбіне қыдыру күні айымен өтті. Көбіне қыдыратын болдым. И бірақ ол кезде бір плохысы адамдар болған жоқ менде дұрыс. Қасымда жүретін, қазір де негізі былай қарасам менде қатты көп адам жоқ, қасымда жүретін, былай сөйлесіп тұратын, әңгіме айтып тұратын. И сол мені әрине азап бір түрлі қылдыратын болды. Бірақ ештеңе етпес. Оған енді әрине мен ренжімеймін. Қасымдағы сөйлесіп жүрген адамдарыма да ренжімеймін. Барлығы енді болар, Алла қаласа бұйырса. Августтан кейін сентябрь пайда болады. Сентябрьда мен Алматыға баратын желанием болды. Я, достар, мен Алматыға баратын желанием болды. Бірақ мен Алматыға бара алмай қалдым. Я, оның себебі өйткені біздерде сабақ басталып кетті. Мен ойланым 12-сіне дейін үлгеретін бар. Бізде сабақ 12 сентябрь басталады колледжде. Кім білсе, и в общем сол кезде мен барайын деп жатырған кезде колледж басталып кетеді. Жақсы дедім. Содан уақыт өткеннен кейін бізге айтады, сендерге сабақ болмайды, сендерге практикаға шығып кетесіңдер деп. И үстін мен қалай қуанғанымды айтшы, 3 ай практика, 3 ай демалыс. Мен былай қарасаң жарты жылдай үйде отырып демалдым. Я, мен вообще сабаққа бара жатырмын жарты жылдай. Өте күшті, керемет болды негізінде. И бірақ та ол бір минус мен Алматы бәрі бара алмадым, өйткені мен билетті алайын жатырған кезде октябрьге барайын ба деп ойладым. Онымен бірақ билеттер дұрыс шыға алмаймын. В общем, қысқасын ойладым, қайыры жоқ болар деп. Бір жағында Алматыда достарым дұрыс болған жоқ. Енді Ақтаудағыдай сияқты Бекзат жоқ, өйткені Алматыда все-таки білмеймін, енді әрине мен как-то сеніңкіріп тұрған жоқпын. Енді кім мына видеоны қараса, мен алматылық достарым, кешіріңдер, ренжімеңдер. Бірақ действительно шыны білмеймін, что-то походу мен Алматыға барсам, сендер мен походу маған что-то как-то андай
көзбен қарайтасыздар, как-то маңызды емес деп, сол үшін де мен что-то баруды бір жағымды уайымдап тұрдым. Қазір барсам да басқа адасып кетерім деп, қой лучше бір жерімді қысып, оданша достармен бірге тағы да барып келейін деп шештім. Келесі жылы мүмкін солармен барып келермін деп шештім де, лучше Алматыға бара алмай қалдым. И сонымен қатар октябрьде орыстар да келді мобилизациядан кейін, и соның кесірінен, в общем, мен вообще барғым келмей қалды вообще Алматыға. И келесі жылы қыста мүмкін или жазда барармын деп шештім. И в общем солай достар, и сонымен қазір біздерде енді сабақ басылды, ноябрь келді, сабаққа да барып жүрмін. Сонымен қатар мен осы жақын арада өзімнің сол бағанағыдай қызымнан кешірім сұрадым. Сіздер білетін боларсыздар, мүмкін кезінде ауыр сөздер айтқан болар, мүмкін солар ренжіген болар деп. Бір жағынан да өзімен өзім ойланып жатырған кезде кешірім сұраған абзалырақ деп шештім де, жазып кешірім сұрадым. Енді жол болсын деп тіледім. Жол болсын дегенде жол болсын деген жоқпын, бірақ енді примерно сондай етіп тілектер айтып тілеп қойдым. Басы бақытты болсын деп ойлаймын. Қысқасында солай, енді бүгінгі подкастымыз солай. Егер сіздерге тағы да видеолар осындай форматта қызық болса, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің активіңіз әсіресе маған осындай шабыттар беретін болады. Сонымен айтпақшы, мен бұйырса, Алла қаласа, фильмдер түсірейін ба деп ойлаймын. И соған енді сіздердің қолдауларыңыз маған қатты керек. Өйткені фильм түсіру білетін боларсыздар, өздеріңізде оңай зат емес. И сол үшін де сіздердің қолдауларыңыз маған аса маңызды. Бірақ жақсы, ендігі осыдан мен бұл видеоны аяқтаймын. Ұнаса лүпілдеріңізді басып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Ал ендігі сіздермен болған мен Аслан, Андерсон емес, ал жақсы, сау болыңыздар. Бау.